Біз Нүкістеміз. Менің інім айтушы еді, Нұржан інім, Нүкіске келіп балық жеу керек деп. Балықтың дәмі деген бұл жерде деп ше. Сөйлей алмай қалдым, мына балықты аузыма салдым да. Абай тілден кетті. Сөйлемей жеп отырмын. Нұрсұлтан бар ғой, түрі балыққа ұқсап қалды мынау. Мынау бар ғой, мына қарашы, мына ойбай. Сазан. Мына Сазан Женкабай. Рахмет. Әке, жаңа ән құтты болсын. Рахмет. Кешегі жазған ән деген керемет, ана легкий восток екен. Мәкен бүгін алып келіп отыр. Біз Нүкістеміз. Нүкістен жалынды сәлем. Мына балық бар ғой, балықпысың, балықпысың. Мынау бар ғой, қарашы, сырты қалай қорылады наның. Қышыр-қышыр алтын балық қой мына, ойбай, қышыр. Тауық бұны кәне? Қарақалпақтың қалпағымен келді міне, жүгіргідік. Көш тұра бере ме? Ау, көш тұра. Ал, тұра. Ой, қымбат хандар мырзалар, біз Нүкістеміз. Иә, түйе тауықпен осындай кереметте жүгері көрдік деген тамақ. Өткен еместерге көрсеткен болатынмын. Маған қатты ұнайды да негізі. Барлығы астынан ұрысып жазып жатыр ғой маған, ауқат деп айтпаңызшы, ауқат деп айтпаңызшы. Бүгін айтайын енді тамақ міне. Жүгері көрдік деген Қарақалпақстанда бұл енді ұлттық тағамға айналып кеткен. Кереметтей тағамы осы жердің. Бүгін енді Мәкең бар, мінекей Нұрсұлтан бар, Абай Бегей бар, Женкабай бар, Женка. Барлығымыз осы жүгері көрдікке келдік. Анау көрсетіп қой жүгері көрдікті. Не деген керемет мына. Жүгері көрдік деген осы міне. Мынаны жейсіздер да Нүкіске келесіздер ғой бірден. Біз бұны Алматыда жеп жатырмыз, бірақ Алматыда аспазшы бар екен осындай.